Қайырлы күн, киносүйер қауым. Бүгін біз Анджелина Джолидің Малефисента деген киносын айтамыз. Бұл фильм өте қызық. Бұл фильмде махаббат та, достық та, шынайы сезім де барлығы қарастырылған. Өте қызықты фильм, балаларыңызбен барсаңыздар болады. Баяғыда екі патшалық болған екен, біреуі бір-біріне, жаңағы екі патшалық бір-біріне жау болады. Біріншінде қарапайым адамдар, қарапайым өмір, және бұл жақта зұлым патша басқарады, өте зұлым, барлығын өзім иемденсем және барлығын мен басқарсам деген ойда болады. Ал екінші патшалықта, ол жақта адамдар өмір сүрмейді, тілеңдер ағаштар және басқа да тірі табиғат өмір сүреді. Ол жағы өте құнарлы және шөбі шүйгін болады, өте керемет табиғатына жаңағы патша, бірінші патшалық қызға қарайды. Бұл екінші елді мекеннің аты батпақты елді мекен болады. Бұл жақта өзі кинода көргендей тірі табиғат өмір сүреді. Тірі табиғатты кәдімгідей тірі қылып қойған, табиғатты, гүлдерді барлығын сөйлетіп қойған. Бұл жағы өте әдемі және сұлу көрініс, барлығы тату тәтті әдемі өмір сүріп жатады. Және осы батпақты елде үлкен таудың баурайында бір қыз өмір сүреді. Ол кішкене қыз, ол қыздың аты Манефисента. Осы Манефисента осы батпақты елді басқарады. Және ол өте ақкөңіл, барлығына көмектесіп, және ол ешқашан жамандық ойламайды. Бірде батпақты елге Стефан деген кішкене бала келеді. Бұл кезде осы Малефисентада кішкене бала қыз тұғын. Сол кезде осы Стефан деген бала кішкене ғана бір затты ұрлап алады. Сол кезде осы Малефисентаға бағанағы өзінің көмекшілері жүгіріп келіп, біздің елімізге ұрлықшы келді, бір затымызды ұрлап кетті дейді. Сол кезде жаңағы Малефисента ұшып келіп, оның қанаттары болады, ұшып келіп осы Стефанға келеді де бері шық деп айғайлайды. Сол кезде Стефан шығады, және жаңағы қыз Малефисента айтады, қолыңдағы затты маған бер, неге аласың деп айғайлайды. Сол кезде Стефан қолындағы кішкене ғана тасты оған береді. Сол кезде Малефисента қолындағы тасты суға лақтырып жібереді. Сол кезде Стефан оған айтады, сен әншейінен ол тасты лақтырдың ғой, бүйтіп лақтыра салғанда мен шамалы бермеуші едім деп әзілге тартады. Екеуі дос болып кетеді, екеуі дос болады. Стефан тағы да осы Малефисентаны іздеп келеді. Екеуі дос болып, екеуінің достығы шынайы махаббатқа ұласады. Және бұл Малефисента бұл жігітке шынайы ғашық болып, тек қана жақсылық ойлайды. Ал Стефан болса, оның артқы жағында үлкен бір араны ашылып тұрған тек қана жамандық ойлайды. Одан кейін қыз Малефисента 16-ға толады, ол әдемі қызға айналады. Және жаңағы Стефанның әкесі осы батпақты елге шабуыл жасайды. Осы жерді алмақшы болады. Сол Стефанның әкесі осы батпақты елге келіп, бүкіл қару-жарақтардың бомбаларын әкеліп, осы елді құртпақшы болады. Сол кезде Малефисента ол кезде 16 жастағы үлкен қыз болады, қанаттары үлкен, және бұл осы батпақты елді басқарып, құтқарып қалады патшаны және оның нөкерлерін қуып шығады. Және бұл кезде патша жарлық шығарады, кім осы Малефисентаны өлтірсе, мен жалғыз түйір қызы болады, осы қызыма үйленеді және патша менің орныма патша болады дейді. Сол кезде осы Стефан осы патшаны әке деп жүреді, бірақ ол шынайы әкесі емес еді, жай ғана нөкерлері еді. Осы Стефан осы Малефисентаға келеді, өтірік махаббатын білдіріп, саған қауіп төніп тұр, сені өлтіреді деп екеуі біраз сөйлеседі, бірақ оның жай ғана жоспар еді. Екеуі сөйлесіп, Малефисента баяғы махаббатқа толы жүрегін ашып, осы Стефанды кешіріп, екеуі біраз сөйлесіп отырады. Сол кезде Стефан жаңағы Малефисентаға сақина салайды, ол темір болады, және осы Малефисентаға қолына, денесіне темір тиген кезде ол өте ауыр жарақат алып, кәдімгідей кейде ұйықтап қалуға дейін болады. Өйткені оған темір жақпайды. Оны әдейі Стефан біліп, оған темірді саусағына салып, оны ұйықтатады. Ұйықтағаннан кейін жаңағы қанаттарын Стефан кесіп алып кетеді, кесіп осы патшалыққа апарады. Мен осы Малефисентаны қанаттарын жұлып алып келдім, мен оны жеңдім деп жауап береді. Енді олар батпақты ел барынша күштері аз дейді. Сол кезде жаңағы патша Стефанға риза болып, сен менің қызыма енді үйлен, патша бол, менің разылығымды аласың дейді. Стефан мұрагер болады, патша болады, және осы патшаның қызына үйленіп, екеуі бақытты өмір сүреді. Және бір жылдан кейін жаңағы патшайымның Стефанның қызы дүниеге келеді. Сол кезде Малефисента өзі алыстан бақылап жүреді, кек алуды ойлайды. Бірде бақшада жүрген кезде бір кішкене ғана қарғаны торға қамап қойып, адамдар жаңағы торды ашпақшы болып жатқан кезде жаңағы Малефисента қарғаны құтқарып қалады. Жаңағы қарға адамға айналады. Сол кезде жаңағы адам, қарғаны ұстамақшы болып жатқан адам одан жын деп, шайтан деп айғайлап шошып қашып кетеді. Сол кездегі жаңа адамға айналған қарға Малефисентаға келіп, сен неге мені қарға қылдың, жоқ адам қылдың, мен өзім қарға болған маған ұнайды дейді. Сол кезде Малефисента айтады, мен сені сонда өлім аузынан құтқармауым керекпін ба, сені сонда адамдар өлтірмекші еді ғой деп айтады. Сол кездегі жаңағы қарға оған айтады, рахмет көп, мен саған ризамын, бүкіл айтқаныңды жасаймын деп Малефисентаға айтады. Сол кезде Малефисента, менің қанаттарым жоқ, сен менің қанаттарым бол дейді. Содан кейін осы қарға осы Малефисентаның жан досына айналады және оң қолы болады. Осы қарға болып ұшып жаңағы Стефанға барып, барлығын бақылап жүріп, осы Малефисентаға айтып отырады. Бірде осы қарға Малефисентаға келіп, Стефанның қызды болғанын және дүниеге қыз келгенін айтады. Сол кезде Малефисента оған қызға
сыйлық сыйлауымыз керек деп осы патшалыққа келеді. Патшалыққа келіп осы қыздың қасына келеді. Қыздың кішкене қыз болады. Сол қызға келіп бүкіл ел, бүкіл патша және патшаның әйелі барлығы сол жерде тұрады. Және сол жерде кішкене ғана үш періште дей ма, періште жүреді, пері дейді ғой, қанаттары бар, өте кішкентай. Сол үшеуі осы кішкене қыздың атын Аврора деп қояды және осы қызға тілек тілемекші болады. Бірінші пері қызға келіп айтады: сен өте сұлу, әлемдегі ең бірінші қас сұлу боласың дейді. Және екінші пері келіп: сен үнемі күлімдеп жүресің, ешқандай жамандықты білмейсің дейді. Және үшінші пері келіп бұл қызға тілек тілемекші болған кезде Малефисента кіріп келіп: менің де сыйлығым бар деп қатты айғайлайды. Сол кезде Стефан патша: сен сен неғып келдің деп жаңағы Малефисентаға айғайлай бастайды. Сол кезде Малефисента: мен жай ғана қызға тілек тілемекшімін, бұл қызға менің тосын сыйым бар деп және айтады. Бұл қыз 16 жасқа дейін тек қана бақытты өмір сүреді, жақсы өмір сүреді және 16 жасқа келген кезде кішкене ұшық қолына тиіп мәңгілік ұйқыға кетеді. Тек оны құтқаратын шынайы махаббат қана деп сол жерден кетіп қалады. Және бұдан кейін Стефан патша қызды құтқару үшін жаңағы үш періге қызды тапсырады: сендер осы қызды асырап бағыңдар, менің кім екенімді білмесін және менің кім екенімді 16 жасқа толған кезде айтасыңдар дейді. Және үшеуің осы қызды алып орманға қарай, орманның ішінде ешкім адам аяғы баспайтын жерге барып осы қызды асырап бағыңдар дейді. Осы үш пері жаңағы Аврораны алып кішкене кезінен бастап жаңағы Аврораны бағады. Және одан кейін бағанағы Стефан патша күннен күнге жауыздана түседі. Малефисентадан кек алмақшы болып осы батпақты келіге қайта шабуыл жасай береді. Оның патшаның тек қана ойы осы кек алу болады, патшадан, Малефисентадан кек алу болады. Және бұл кезде Малефисента үлкен батпақты келіге үлкен қамал қойып тастайды. Оған ешқандай патшаның ешқандай жауынгерлері тиісе алмайды және кіре алмайды. Және патша жарлық шығарады барлық елге: ешқандай адам ұшық ұстамасын деп жарлық шығарады. Және бүкіл ұшықтың бәрін бір сарайға әкеліп, бір үлкен сарайға, бір бөлмеге жауып тастайды. Және жаңағы кішкене Аврораны осы үш періге тапсырды деді. Осы үш пері осы Аврораны табиғаттың аясында өсіреді. Және бұл үшеуі бұл қызға дұрыс қарай алмайды. Үшеуі бір-бірімен үнемі ұрысып, қырылысып жүреді. Ал Аврора болса үнемі аштықтан жылап, үнемі жылайды да жатады. Сол кезде Малефисента: мына қыз неге жылайды, түрі ұсқынсыз екен деп оны жақтырмайды. Бірақ оған Малефисента былайынша жүрегі жылы және жүрегі жақсылыққа толы адам болады. Ол қанша ол қызды жек көрсе де, Стефанның қызы болса да, оған тек жақсылық ойлап тұрады. Жаңағы үш пері оған су да бермейді, тамақ та бермейді және үстін тоңғанда жаппайды. Жаңағы Малефисента үнемі тығылып келіп оған су береді, сүт береді, үнемі қарап бақылап жүреді. Және осы өзінің досы қарғаны жібереді. Осы қарға жаңағы Малефисентаны ойнатып бірге өмір сүреді. Олар қыз 3-4 жасқа келген кезде ол өте сүйкімді қыз бола бастайды. Жаңағы үш пері оны әлі де асырап бағуда, сонда да олар дұрыс қарамайды. Сол кезде осы Малефисента бұл қызға сонда да алыстан бақылап қарап жүреді. Жаңағы 3 жасқа келген кезде Малефисентаны алыстан жүгіріп келіп оны құшақтай бастайды және осы ұзын мүйізін, екі мүйізін ұстап күліп қылғын шығарады. Сол кезде Малефисента оны жақсы көре бастайды. Одан да қатты бауыр басып, осы қызға жаңағы қарға мен Малефисента кәдімгідей бауыр басып үнемі қарап жүреді. Қыз 16-ға жетпей 15 жасында осы үлкен қыз болады. Сол кезде Малефисентаны алыстан бақылап жүреді. Жаңағы қыз Аврора жаңағы Малефисентаны бір күні көріп қалады да, бірақ ол кезде Малефисента тығылып тұрады. Сол кезде жаңағы Аврора: шық деп айғайлайды. Ал Малефисента: сен менен қорықпайсың ба деп сұрайды. Сол кезде Аврора: жоқ, мен сенен қорықпаймын дейді. Шықшы кәне дейді. Сол кезде Малефисента шығады. Сол кезде жаңағы Аврора оны: сен менің кіндік шешемсің, мен сені жақсы көремін, сен мені үнемі бақтың, маған қарадың, маған су бердің деп айтады. Сол кезде Малефисента: жоқ, мен саған қараған жоқпын дейді. Сол кезде Аврора айтады: жоқ, мен сені үнемі көлекеңді көретінмін және сен қарға, сен де менің есімдесің, сен менің досымсың, сен мені үнемі ойнататын едің деп екеуін өзінің мінезімен, жақсы қылығымен бауырап алады. және осы Фисентамен бірге уақыт өткізеді. Екеуі бірге өз қызындай қарайды және өзінің анасындай болып кететін қызға да. Бір күні осы Аврора ойнап табиғаттың арасында 16 жасқа толмай жатып, осы ойнап жүрген, қыдырып, табиғаттың аясында қыдырып жүрген кезде бір өзімен жасты жас бала ханзада келеді және осы қыздан сұрайды Аврорадан: осы жерде бір патшалық, Стефанның патшалығы бар деп естігенмін, жолды көрсетіп жібересіз бе дейді. Сол кезде жаңағы Аврора я деп оны көрсетеді. Екеуі танысады. Жаңағы қыз айтады: сен осы жолмен жүресің ба деп жігітке, Филипп болады ол жігіттің аты. Екеуі танысып біраз сөйлеседі. Сол кезде Филипп айтады: иә, мен осы жолмен жүремін, екеуміз кездесейік деп сұрайды. Шамалы екеуінің арасында кішкене сезім пайда болады, сезім ұшқыны. Сол кезде жаңағы қарға Малефисентаға айтады: бұл екеуінің ортасында мүмкін шынайы махаббат болып осы қызды құтқарып қалар деп сұрайды. Сол кезде Малефисента айтады: бұл өмірде шынайы махаббат жоқ, ол оны құтқармайды дейді. және осы Малефисента қыз ұйықтап жатқан кезде, Аврора ұйықтап жатқан кезде оны қатты өзінің дуалағаны есіне түсіп, оны дуаны кері қайтармақшы болады және ол кері қайтармайды. Өйткені ол 16 жыл бұрын берілген дуа еді және ол тек қана шынайы махаббатпен ғана шешілетін дуа болатын. және осы кезде қайта осы дуаны алмақшы болады, бірақ оған Аврора
аврораның дуасы қайтпайды. Және қыз 16-ға толады. Сол күні жаңағы үш пері бір-бірімен сөйлесіп жатады. Үш пері айтады, қыз Аврора 16-ға толды, енді әкесіне апарамыз деп. Сол сәтте Малефисента мен жаңағы Аврора екеуі сөйлесіп жатқан еді. Аврора айтады, мен 16-ға толдым, енді осында қалайын дейді. Сол кезде Малефисента, қалауың білсін, осы батпақты елде сен тұра бер дейді. Сол кезде қуанып Аврора жүгіріп барып өгей шешесінен, үш періден жүгіріп барып сұрайды. Сол кезде мен осы 16-ға толдым, мен осы жақта қаламын дейді. Сол кезде бір пері байқаусыздан айтып қалады, жоқ, сені әкеңе апарып тастаймыз дейді. Сол кезде Аврора, менің әкем бар ма, сендер неге бұны айтпайсыңдар дейді. Сол кезде жаңағы үш пері барлық өткен оқиғаның барлығын қызға айтып береді. Және Аврора Малефисентаға келіп қатты ашуланып ренжіп кетіп қалады. Малефисента қатты оған жылап, Аврораның ашуланып кеткеніне қатты жылап өкінеді және оған әдейі еместігін айтады. Және қыз Аврора өзінің әкесіне Стефанға келеді және оған, мен сенің қызыңмын, мен Аврорамын деп келген кезде жаңағы әкесі патша айтады, сен неғып келдің, сен үшеуің неге Аврораны тығып қоймадыңдар, мен бүгін әкелме деп айтқан жоқпын ба деп бұйрық береді, бөлмеге апарыңдар, қамап қойыңдар дейді. Сол кезде Аврораны бөлмеге қамап қояды, ал Аврора бұл бөлмеден қашып басқа бөлмелерге кете бастайды. Және бір бөлмеге шығады. Сол бөлменің есігін ашқан кезде көп деген жиналып тұрған ұршықты көреді. Және Малефисента бұл қызды құтқармақшы болады да, жаңағы Филипп деген жігітке келеді да, жаңағы жігіт Малефисентадан, осы жерде Аврора деген қызды көріп едім, сол қызды көрмедіңдер ма деп сұрайды. Сол кезде Малефисента айтады, мен сені Аврораға апарамын дейді, бірден ұйықтатып тастап оны апармақшы, патшалыққа апармақшы болады. Бар ойы жаңағы Филипп деген жігіт Аврораны құтқарып қалса екен деп бар ойы солай болады. Қатты жылдамдықпен келе жатады, жігітті алып. Сол кезде жаңағы Аврора бөлмеге кіріп ұршыққа қолын тигізіп, байқамай тигізеді. Кішкене қан шығып, сол жерде бірден мәңгілікке ұйқыға кетеді. Ал Малефисента сол жерден қатты жүрегі ауырып, оның ұйқыға кеткенін біледі. Ал патша болса жаңағы қызды өз бөлмесіне әкеліп жатқызады. Үш пері. Ал Малефисента болса жаңағы Филипп деген жігітті осы Аврораның бөлмесінің алдына тастап кетеді. Сол кезде жаңағы үш пері, жаңағы Филипп оянып, мен қайдамын дейді. Сол кезде осы үш пері, сен ханзадасың ғой, кел, осы Аврораның бетінен сүйші дейді. Сол кезде жаңағы Филипп Аврораға бетіне келіп қараса, өзінің сол орманда танысқан Аврора есімді қыз болады. Және ол айтады, бұл Аврора емес па дейді. Сол кезде жаңағы үш пері, оны танисың ғой, ендеше шынайы махаббатпен оны сүйші, сол кезде ғана ол шынайы ұйқыдан оянады дейді. Сол кезде Филипп қызды ернінен сүйеді, бірақ ол кезде оянбайды. Алыстан Малефисента оған қарап бақылап тұрады. Және үш пері оған ашуланып, бұл шынайы махаббат емес, тек қана шынайы махаббат қана оған көмектеседі деп бөлмеден шығып кетеді да, Филиппті де бөлмеден шығарып жібереді. Сол кезде жаңағы Аврора бөлмеде ұйықтап жатады. Сол кезде Малефисента бөлмеге келіп жаңағы Аврораға айтады, кешірім сұрайды, мен әдейі жасаған жоқпын, ол кезде мен қатты ашуланып тұрғаным, бар ойым кек алу мақсатында деп жылап тұрады. Сол кезде Аврора оянып, күліп оянады, ұйқысынан дуасы кері қайтады. Қатты қуанған жаңағы Малефисента екеуі құшақтасады. Және осы патша сарайда Малефисентаның келгенін біледі және бүкіл есіктердің барлығын жауып, оны қоршауға алады. Және оның қанаттары жоқ екенін біліп, бүкіл жердің бәрін темірге айналдырып, бүкіл адамдардың барлығы осы Малефисентаның үстіне темір шынжырды лақтырып жіберген кезде осы Малефисента астында қалып қояды. Астында қалып қойып қатты зақымданады. Сол кезде бүкіл нөкерлері қолына үлкен темір ұстап алып, осы Малефисентаның жан-жағынан қаумалап оны қорқыта бастайды. Сол кезде Аврора жүгіріп барып, бөлмеге барып, жаңағы Малефисентаның қанаттарын босатпақшы болып, босатып жібереді. Ал патша болса үстіне темір киіп алып, осы Малефисентаны қылышпен ұрып өлтірмекші болады. Екеуі біраз шайқасады. Біраз шайқас үстінде болады. Малефисента өзінің досы қарғаны үлкен айдаһарға айналдырады, бірақ ол да көмектесе алмайды. Бүкіл адамдар және қамалда болғандықтан жан-жақтан оларға шабуыл жасап, екеуін де тұтқынға алады. Және тұтқындалып жатқан кезде жаңағы Аврора қанаттарды босатады, және ол қанаттар ұшып келіп Малефисентаға қайтып оралады. Және ол баяғы күшіне еніп, барлығын қанаттарымен сындырып ұша жөнеледі, және қолына жаңағы патшаны іле барады. Және ол патшаны төбеден лақтырып жіберіп, оны өлтіреді, Аврораның әкесін. Және сол кезден бастап Малефисента тек жақсы болады, жамандық ойламайды. Және үлкен екі елдің ортасында тұрған қамалды алып тастайды, тек қана бақытты өмір сүреді. Және бұл жақтағы халықтардың барлығы осы Малефисентаның еліне келеді, және бұл жақтағы елде жақсы өмір сүріп, тату-тәтті өмір сүріп, бақытты өмір сүреді. Аврора да Малефисента да екеуі өте бақытты болады. Және бұл фильм солай аяқталады. Және фильм ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Бұдан да қызықты фильмдерді баяндап беремін.